2001 жылы екі қарсылас мектеп оқушылары ақш-тағы ең ірі есірткі контрабандаларына айналды. Олар жылдар бойы ФБР, шекара күзетшілері мен басқа да мемлекеттерден қашып жүрді. Олар шекарадан өтіп, үлкен сомада ақша тапты. Бірақ қызғаныш, сатқындық пен күмәндік олардың империясын құртты. Бұл есірткі барондарына айналған жасөспірім ботаниктердің шынайы оқиғасы. 19 жастағы орта мектеп түлегі Норман Нейт Айдахо штатында анасының үйінде тұрып, пицца жеткізушісі болып жұмыс істейтін еді. Оның ұйымдасқан қылмыспен алғаш танысы кабель арқылы көрген фильмдер ғана болатын. Бірақ бір керемет күні бәрі түбегейлі өзгерді. Нейт досы Тофермен бірге темекі шегіп, Хайт Таймс журналының марихуана тақырыбындағы мақаласын оқығанда оның өмірі бұрылып, жолына жаңа бет ашылды. Сол жылы Канадада медициналық мақсатта марихуана қолдануға заң қойылды. Әсіресе британдық Колумбияда әлемдегі ең сапалы шөп өсірілді. Ал Айдахо Канаданың жанында болғандықтан, Нейт жақын жерде ең жақсы шөптің бар екеніне көз жеткізді. Егер ол осы шөпті қолға түсірсе, оны оңай сата алар еді. Осы ойды жүзеге асыру үшін Нейт досы Тоферге біз халықаралық есірткі контрабандасы болуымыз керек деді. Бірақ ең басты кедергі шөптің бағасы. Екеуінде де қолда ақша болмады. Нейт пицца жеткізуден аз ғана ақша тапса, Тофер жергілікті ойын-сауық саябағында қосымша табыс тапты. Дегенмен Тофер Нейтке сеніп, ескі қайығын сатып беріп, жинаған ақшасымен алғашқы келісімге қол жеткізу үшін Канадаға аттанды. Канадада бірнеше сағат өткізген соң олар бір шалды, яғни Фрэнкиді байқады. Мейрамханада отырған Фрэнкиге Нейт барып, 1 фунт шөп сатып алғысы келетінін айтты. Фрэнки өз үйінде ең сапалы шөптің көп екенін, бірақ бәрі үйінде сақталатынын жеткізді. Ол Нейттен қолындағы ақшаны сұрап, ол соманың дәл жеткілікті екенін айтты да шөпті берді. Нейт пакетті ашып, не барын тексермей-ақ ақшасын тапсырып қойды. Нәтижесінде олар қолында британдық Колумбияның шөптері емес, Мексикада өскен және заңсыз жолмен тасымалданған шөп болды. Одан кейін олар шекараны кесіп өту жоспарын құрды. Канадалық шекара мексикалық шекарадан әлдеқайда ұзын болғанымен, айқын тосқауыл болмағандықтан, олар қарапайым жолмен орман арқылы шекараны өтті. Нейт көлігімен жолда қайтып келсе, Тофер сөмкесіндегі шөпті алып ұзақ жүріс жасап, жабайы табиғатта гризли аюына тап болмауға тырысты. Бірнеше сағат орманнан өткен соң, Тофер американдық мәдениеттің алғашқы белгісін бір мейрамхананы байқап, сол жаққа кіріп шөптен темекі шегіп демалуды жоспарлады. Дегенмен алғашқы шегілген сәттен-ақ бәрі өз жоспарына сай болмады. Фрэнки оларға Мексикада өскен шөпті британдық Колумбияда өскен деп жеткізді. Осындай шатасудан кейін олар шөпті алды да, оны контрабанда арқылы ақш-қа, кейін қайта Канадаға әкелді. Осы сәттен олар есірткі әлемде ешкімге сенуге болмайтынын түсінді. Әсіресе кәрілер мен әлсіздерге. Дегенмен Айдахо қаласында шөпті тұтынғысы келетіндер көп болғандықтан, олар әлі де пайда таба білді. Нейт ескі досы Скулзға хабарласып, шөпті сату үшін оны шақырды. Скулз ашық мінезді жігіт. Өзінің жасына қарамастан нарыққа шығып, шөпті сатып алып, 2 есеге ақша тапты. Осылайша, Нейт бизнес моделі жұмыс істейтінін дәлелдеп, Тоферге Хайт Таймс журналы дұрыс айтқан, неге барлығы осылай істемейді деді. Ол есептегенде әр тасымалдау сәтті өтсе, қысқа мерзім ішінде үлкен сомада табыс табуға болатынына сенді. Нейт өзін өте ақылдымын деп санап, ешқашан ұстала қоймайын деп ойлады. Ол жаңа жүйе ойлап тапты. Тофер түнде қараңғылық кезінде камуфляж киімін киген күйде сөмкесінде ақша салып, шекарадан орман арқылы өтіп, канадалық фермермен ақшаны шөпке айырбастады. Ал Нейт көлігімен заңды түрде шекараны кесіп өтті. Әрбір рейсте Тофер өзіне айтарлықтай табыстың көбін қалдырды. Нейт аз бөлігін алды. Уақыт өте келе Нейттің командасы кеңейіп, олар мектептегі достарын да шақырып, шекара маңында ақшаны алып, шөпті тасымалдауды ұйымдастырды. Бір кезде олар қарапайым оқушы болғанмен, қазір олар сәнді көліктер, мотоциклдер, гидроцикл, плазмалық теледидар және ең қымбат үлгідегі аксессуарларды сатып алып, бұрынғы жертөле өмірінен шықты. Нейт үлкен үй сатып алып, жиі кештер ұйымдастырып, өзінің есірткі империясының өркендеуіне қуанды. Бірақ тез арада қызғаныш пен сатқындықтың тұзы суға араласты. Басқа есірткі сатушылары, соның ішінде Ванг есімді жас жігіт, нарықтағы үлесті өзіне тартып алғысы келді. Ванг тек жақсы ботаник қана емес, сонымен қатар қатал, әрі өрескел мінезді еді. Ол Нейттің табысына қызығып, нарықта үстемдік орнату үшін өз жоспарын құруға кірісті. Ванг өз көршісі Джованниден көмектесуін сұрап, үлкен сома үшін жұмыс ұсынды. Егер бәрі дұрыс жүрсе, кейін ақшаны толықтай төлейтін еді. Джованни ешқашан қылмысқа араласпайтын болса да, ақшаның тартымды әсерінен келісімге келді.
Ол қажетті заттарды брезент, қолғап, арқан сатып алып жоспарды жүзеге асыруға кірісті. Оның мақсаты Нейттің досы Скулздың үйіне ұрып кіріп, бірнеше фунт шөпті және қолма-қол ақшаны тартып алу. Кейін одан әрі Нейтті жою болатын. Нейт Скулздың үйіне ұрлыққа түскенін естіген соң, бұл істі картельдің ісі деп ойлады. Ол бірден өзіне дау-дамайдың басталып кеткенін түсінді. Ол не істеу керек екенін білмей, үрейге бой алды. Қауіпті жағдайдан құтылу үшін ол ескі үйінен көшіп, басқа қалаға тұрып, әрқашан қарулы болып жүре бастады. Бірақ сонымен қатар ол ауыр жарақат алып, ауырсынуды басу үшін есірткіге тәуелді бола бастады. Осылайша Нейттің өмірі мен оның есірткі империясы күйреуге бет алды. Бір күні орманда бір ағаш кесуші өліп жатқан бір баланы тапты. Полиция сол баланы Брэндон Батлерді таныды. Брэндонның ата-анасы шошып, полицияға оның жақсы балалық шағы туралы айтып берді. Ол скрипкада ойнап үздік оқушы болған. Бірақ тереңірек ізденгенде полиция Брэндонның екі өмір сүргенін анықтады. Ол Ванг деген лақап атпен есірткі дилері болып жүрген. Оның басты бәсекелесі Нейт Норман еді. Кейбір дилерлерді полиция ұстап алып, олардың ұстаған ақшалары мен қаруларын тапты. Содан кейін телефон соғу арқылы бір-біріне қорлық жасап, Нейттің есімі бүкіл операцияның артында тұрған тұлға екенін белгілі болды. Ал Вангтың тағдыры анағұрлым өзгеше болды. Ванг Джованниді өзімен бірге орманға апарып, Нейтті өлтіре алмаған үшін ақшаны бермейтінін айтты. Джованни ашуға беріліп, Вангтың мойнынан кесіп, ақшаны алып, оның денесін сол жерге қалдырып кетеді. Дәл сол сәтте ФБР Нейттің контрабандасын ұстауға кірісті. ФБР бірінен соң бірін ұстап, Нейт туралы ақпарат жинады. ФБР Нейтті де ұстады. Олар шекарадан бірнеше мың фунттан астам шөпті тасымалдап, үлкен пайда тапты. Өзі жасөспірім болғанына қарамастан, Нейттің ісі бүкіл ақш үкіметіне ұят әкеледі деп есептеді. Джованни өмір бойына жазаға тартылды. Ал Тофер мен басқа қызметкерлер қысқа мерзімге түрмеге отырды. Ал Нейтке 12 жыл түрме жазасын берді. Егер видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз.